Ұят, кінә және жасыру. Тәуелді адамның ішкі күйі. Құмар ойынға тәуелді адамның ішкі әлемінде көбіне үш ауыр сезім қатар жүреді. Ұят, кінә және қорқыныш. Ұят өзіне, кінә жақындарына, қорқыныш шындық ашылып қалады деген ойдан. Сондықтан тәуелді адам көп жағдайда ашық көмек сұрамайды, керісінше барынша жасыруға тырысады. Ресми түсіндіру материалдарында құмар ойындарға тәуелділік адамның эмоцияны бақылауын жоғалтуына, депрессияға, мазасыздыққа және әлеуметтік мәселелерге әкелуі мүмкін екен айтылған. Бұл сезімдер бір-бірін күшейтеді. Адам ұялады, сондықтан жасырады. Сондықтан жалғыз қалады. Жалғыз қалған сайын қайтадан ойынға кетуі мүмкін. Мысалы, 25 жастағы Мадина бірнеше ай бойы онлайн ойында ақша жоғалтады. Әуелде мұны ешкімге айтпайды. Кейін құрбысынан қарыз алады. Үйіне ақшам басқа керекке кетті дейді. Ішінен қатты қиналып жүреді. Бірақ ашылып айтудан ұялады. Өйткені мені түсінбейді, мені айыптайды, маған сенуден қалады деп ойлайды. Бұл жерде ең қауіптісі, оның ішінде көмек сұрауға мүмкіндік бар, бірақ ұят сол мүмкіндікті жауып тастайды. Сондықтан құмар ойынға тәуелді адамды түсіну үшін, оның сыртқы әрекетіне ғана емес, ішкі қысымына да қарау керек. Ол кейде ашулы көрінуі мүмкін, бірақ негізінде ол қорқып жүруі ықтимал. Кейде дөрекі жауап береді, бірақ шын мәнінде өзін қорғай алмай тұрған болуы мүмкін. Осы себепте мұндай тақырыпта сөйлеулескенде айыптау емес, байыппен әңгіме керек. Тәуелді адамға сен өзіңді құртып жүрсің деген сөзден бұрын, сен жалғыз емессің. Бұл мәселені шешуге болады деген ұстаным көбірек көмектеседі. Себебі жасыруды тоқтату сауығудың алғашқы қадамы. Ал оны бастау үшін адам өзін толықтай жаман немесе үмітсіз сезінбеуі керек.